Сәлематсыздар ма балалар? Қазір көркем әдебиет сабағы. Сабақты бастамас бұрын көңіл күйлерімізді көтеріп, сабақты ынта қойып тыңдаймыз. Жыл басына таласқан жануарлар. Өте ерте заманда жануарлар жылдың басы болуға таласыпты. Сонда жылқы айтыпты: мен алысты жақын қыламын. Күшімді көреді, сүтімді ішеді, қылыма шейін арқан жібеседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен боламын дейді. Түйе айтады: сен адамның жұмысын қылсаң сұлы, шөп асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне, мен сен көтере алмайтын ауыр жүктерді көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп арпа сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан, не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жылбасы болу маған лайық, депті. Сиыр айтады: адам егін ексе менімен егеді, сүтімді ішеді, құрт майы істейді, жылбасы болу маған лайық, дейді. Қой айтады: мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып киіз басады, жабағымнан киім тігеді, арқан жібеседі. Сүтімнен құрт май алады, шаруаға менен пайдалыларың жоқ, депті. Ит айтады: мен болмасам, сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді? Мен сендердің баршаларыңның бақташыңмын. Дұшпан көрінсе үріп, абалап, иеме хабар беремін, дейді. Тауық айтады: мен болмасам, кісі ерте жұмысына бармай, ұйықтап қалар еді. Мен ерте тұрып, таң атты деп шақырып, хабар айтамын. Кеш болса, жатар мезгіл болды деп тағы шақырамын, дейді. Сол кезде не айтарын білмей, тышқан аңтарып тұрып, бір қулық ойлап, жиылған көпке былай дейді: бұл таластан еш нәрсе өнбес. Жылды қарап тұралықта, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын, дейді. Өзгелер қарап тұрғанда, түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді, деп тышқанның сөзін қостайды. Бәрі қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап, түйенің өркешіне шығып отырып алады. Көп жануарлар таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте тұрған тышқан келе жатқан жылды көріп, айқай салыпты. Міне, бұны естіген жануарлар аңтарылып, еш нәрсе айта алмай қалыпты. Келесі бірінші тапсырма балалар. Суретте жыл басына таласқан жануарлар ертегісінің қай сәті бейнеленген? Ертегі мазмұнын есіңе түсір. Сұрақ: суреттен түйенің өркешін көрсет. Ең үлкен жануар қайсысы? Ең кішкентайы қайсысы? Сұраққа жауап бересіңдер.
Келесі тапсырма. Суреттегі жануарларды жылдары бойынша ретімен атап үйренейік. Тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз. Міне балалар, осылай 12 жылдың атауы. Жаттап алыңыздар, үйреніп алыңыздар. Келесі тапсырманы өз беттеріңмен орындаңдар. Бота төлі тиемін, ұлын төлі биемін, қой баласы қозы ғой, бұзау төлі сиырдың, оны жақсы білемін, бәрін жақсы, бәрін жақсы, бәрін жақсы көремін. Балалар, келесі тапсырма. Суреттегі жануарларды ата. Ертегіге қатысты кейіпкерлерге сипаттама бер. Құлын мен бұзауды бастырып сыз және боя. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.